Ассалаумағалейкум, Теплострой компаниясының оқырмандары, қалайсыздар? Бүгін бізде пенобетонның құйылу технологиялары жайлы айтатын боламыз. Негізі пенобетонның құйылу технологиясы үш түрмен құйылады. Біріншісі классикалық технология, екіншісі сухая минерализация, үшіншісі бара технология дейді. Бірақ бізде Қазақстанда ең кең тараған екі технология бар. Оның біріншісі классикалық, екіншісі бара технология. Бүгін осы Қазақстанда құйылып жүрген екі технологияға қысқаша шолу жасайтын боламыз. Яғни артықшылығы, кемшіліктері, қалай құйылады, және де не қосылады туралы айтатын боламыз. Достар, мінекей жанында тұрған бізде классикалық технологиямен құятын пенобетонның аппараты тұр. Достар, Теплострой компаниясы осы классикалық технологиямен пенобетонды құяды. Енді пенобетонның құйылу технологиясын айта кететін болсақ, міне жанымызда тұрған үлкен миксер. Алдымен осы миксерге су және де цементті жақсылап араластырып алады. Кейіннен де пена генератор арқылы пенаны жақсылап өңдеп, миксердің ішіне құйып, миксердің ішінде тағы да 5-10 минут арасында жақсылап араластырып, шлангымен шатырға жібереді. Ал енді бара технология жайлы айтатын болсақ, бара технологияда синтетикалық пена қолданылады. Ол жерде пена генератор болмайды, тек қана аппарат, яғни миксер болады. Ең алдымен бара технологияда суды құйып алып, суға арнайы көлемде синтетикалық пенаны құйып, жақсылап араластырып, пенаны, яғни сумен пенаны жақсылап араластырып, пена қалпында пенаны өңдейді миксердің ішінде. Кейіннен барып цементті қосады. Және де цементті қосқаннан кейін жақсылап араластырып, оны өте қатты қысыммен араластырып шатырға жібереді. Қатты қысыммен шыққан синтетикалық пена, яғни шатырда ол көпіреді. Ал кепкеннен кейін синтетикалық пенамен құйылған пенобетон 10 см қалыңдықта құйылса 5 см-ге дейін усадка беруі мүмкін. Осы тұрғыда олар усадка бермес үшін арнайы ол технологияға құм қосады. Яғни құм қосу арқылы усадканы азайтады, бірақ құм қосқанның өзінде де 10 см қалыңдықта құйса 1-2 см усадка беруі мүмкін. Бірақ та құм қосқаннан кейін құм қосылған пенобетонның кемшіліктерін айта кететін болсақ, егерде құм қосылған болса, ол пенобетон үгітілулер болуы мүмкін, яғни құм сияқты болып кетуі мүмкін. Құм сияқты болып кеткен үйлерді де көрдік. Екіншіден, пенобетонға құм қосылғаннан кейін оның теплоизоляциясы, яғни жылу ұстау қабілеті өте қатты нашарлап кетеді. Ал енді достар, классикалық технология мен бара технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айта кетейік. Классикалық технологиямен құйылған пенобетонда органикалық пена қолданғандықтан 100% дұрыс өңделіп, дұрыс шығады. Сол себепті де органикалық пенамен құйылған пенобетон усадка бермейді. Және де жылу ұстау коэффициенті 0,5 болады, яғни өте жоғарғы көрсеткіш. Және де құм қосылмайды. Әрі салмақ жағынан өте жеңіл болады. 1 шаршы метрде 18-20 кг болады кеткен кезде. Ал енді бара технология жайлы айтатын болсақ, бұл технологияның плюсы ең жылдам әрі ең арзан технологиялардың бірі. Бұл плюсы болғанмен, бұл технологияның ең үлкен минусы болып саналады. Бұл жерде тек қана миксер болады, және де пена болса жеткілікті. Енді бара технологияның кемшіліктерін айтатын болсақ, бұл жерде синтетикалық пена қолданғандықтан пена 100%-ға таза шықпайды, яғни 50%-ға дейін ғана өңделеді. Себебі арнайы пена генератор арқылы өңделе алмайды. Сол себепті де бұл миксерге құйылғандықтан ол жерде пена 50%-ға дейін ғана өңделеді. Әрі бұл минусы бұл технологияда сізде усадка беруі мүмкін, яғни 10 см қалыңдықта құйса 5 см-ге дейін усадка беруі мүмкін. Әрі жылу ұстау коэффициенті бұл классикалық технологиямен құйылған, яғни органикалық пенамен құйылған пенобетоннан қарағанда 2-3 есе нашар, яғни 0,1, 0,15 десек те болады. Бара технологиямен пенобетон құйылатын болса, бұл жерде D300-ден жоғары құяды, яғни
D200, D150 технологиясы бойынша пенобетон мүлде құя алмайды. D300 бен құйылғандықтан бұл жерде міндетті түрде құм қосылады. Арасында құм қосылғандықтан пенобетонның салмағы ауыр болады, әрі жаңағыдай айтқандай жылу ұстау коэффициенті өте нашарлайды. 0,1, 0,115-ге дейін жылу ұстау коэффициенті болады. Әрі бұл технологияда құм қосылғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, құм қосылған әрі синтетикалық пена қосылғандықтан ол жерде біріншіден пенобетон усадка береді, екіншіден бұл жерде пенобетон яғни құм сияқты үгітіліп кету қаупі бар. Ал енді достар, егер де сіз пенобетон материалын шатырыңызға құямын деп ойланып жүрген болсаңыз, сіз құйдырардан алдын бірінші сұрап алыңыз, яғни сіздер классикалық технологиямен құясыздар ма, әлде бара технологиямен құясыздар ма деп. Егер де технологияларын білмейтін болса, сіздер қандай маркада құясыздар деп сұрасаңыздар да болады. Яғни D200 немесе D300 маркасында құясыз ба, D350 маркасында құясыз ба деп сұрасаңыз болады. Немесе пенаның қандай түрін қолданасыздар, органикалық пена қолданасыздар ма, әлде синтетикалық пена қолданасыздар ма деп сұрап алыңыздар. Егер де сұраған кезде D300 маркасында немесе синтетикалық пена қолданамыз деген болса, яғни бара технологиямен құямыз деген болса, сіздерге бұл бара технологиямен құюға ешқандай да кеңес бермейміз. Себебі бара технологиямен құйсаңыздар, одан ешқандай да эффект болмайды, жылу ұстау қабілеті өте нашар болады, әрі үгітіліп кету қаупі бар. Сол себепті де сіздер 2 есе шығынға түсулеріңіз мүмкін. Достар, пенобетон құйдырар алдында жақсылап сұрап алыңыздар, яғни классикалық технологиямен құясыздар ма, әлде бара технологиямен құясыздар ма деп. Сіздерге кеңес беретін технология бізде классикалық технологиямен, яғни органикалық пенамен D200 маркасында. Бұл жерде жылу ұстау коэффициенті өте жоғары, яғни өте жақсы болады. Достар, егер де видео ұнаған болса, комментарий бөліміне от қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Әрі бұл біздің влогымыз сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі жолы қандай ақпаратпен бөліскенімізді қаласаңыз, оны да комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыз. Ендеше сау саламатта болыңыз.